өздеріңіздің естеріңізде болса, Рағайып деген түн болды. Сол Рағайып түнінде мен сондай түндерге сенем почему-то, я не знаю. Қатты сондай түндерге сенем, себебі бір рет өмірімде, возможно, магиясы болды. Қазір тоже чуть позже расскажу. Жалпы біз не нәрсеге сенем, сол нәрсе орындалады ғой. Мен сол түнде қатты ниет етіп, өзім отырдым бірінші үші күні. Менің қалауларым 2025-ке деп, мен құлшылығымды жасап, дұғамды жасап, жаратушыдан шын ниетпен тілеп бастадым. И знаете, екінші пунктқа мен биыл күйеуімен қажылыққа бару деген пунктты жаздым. Умра сапарын жасау деп. Но бірақ я тогда даже представления не имела, как быстро это все сбудется. Потому что ертесі күні біз күйеуіміз де бірге общий пландарымызды жазған кезде, бізде пока вообще жылдың басында ондай план жоқ еді. Себебі жұмыс бойынша менің проекттерімнің дедлайны тұр, күйеуімнің жұмысы тұр, оның стоматологическая клиникасы бар, и ол любой момент алып кетіп қала салмайды да, өкінішке орай анда-мында деген секілді. Я была просто в шоке, когда бізге шақырту келді.